Армысыздар ардақта ағайын, ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есімім Рүстем болады. Айтпақшы, менің Instagram каналым бар, ол да ипотекалық дәрігер деп аталады. Ол каналға да тіркеліп қойыңыздар, YouTube каналға да тіркеліп қойыңыздар. Себебі бұл жерде тек қана актуалды тақырыптар, өсек анау мынау айтпаймыз. Ана жерге подписаться деген кнопканы басып қойсаңыз болғаны. Бүгінгі тақырыпта сіздерге отбасы банкінен қалай алғашқы жарнасыз баспаналы болуға болады. Бұл бір жаңадан шығып жатқан бағдарлама емес, кәдімгі күнделікті қолданыстағы бағдарламалар аясында алғашқы жарнасыз баспаналы болуға болады. Көптеген азаматтар осыны білмейді екен, білмесеңіздер біліп жүріңіздер, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонымен достар, тақтаға назар аударыңыздар. Талаптары міндетті түрде Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Екінші, жасыңыз 18-ден асқан, 70 жастан асып кетсеңіз де сол бағдарламаға қатыса аласыздар. Қазір айтам қандай бағдарламалар екені. Міндетті түрде жергілікті әкімдікте үй кезегінде тұру. Үй кезегіне тұру үшін соңға барудың қажеті жоқ. ЕГОВ сайты арқылы онлайн ЕГОВ порталында ЕЦП кілттеріңізбен өтініш бересіздер. Үй кезегіне кімдер тұра алады, қалай тұру керек, мен YouTube каналымда бар, көріңіздер қандай категориялар жатады. Ары қаратай арнайы бағдарламалар аясында алғашқы жарнасыз баспаналы болуға болады. Ол қандай бағдарламалар? Ең бірінші бақытты отбасы, шаңырақ бағдарламасы және нұрлы жер деп айтып үйреніп кеткенбіз ғой, негізі кредиттік жүйе. Жалпы нұрлы жер деген үлкен бағдарлама бар, соның 3 тармағы болады. Бақытты отбасы, шаңырақ, нұрлы жер. Негізі ол әкімдіктен берілетін ипотечный үйлер. Көрдіңіздер да? Осы бағдарламалар аясында алғашқы жарнасыз баспаналы болуға болады. Бұл бағдарламаның талаптары, шарттары, қалай алуға болады, ол жайында мен YouTube каналымда видеолар бар. Плейлист бөліміне өтіп, бағдарламалар бөлімшесінен тамашаласаңыздар болады. 10% алғашқы жарна. Осы 10% алғашқы жарнаны қалай аламыз? Әкімдіктен. Алғашқы жарнаны тұрғын үй сертификатын жергілікті тұрғын үй қорынан немесе әкімдіктен өтініш жазып алуға болады. Әр әкімдік әрқилы. Біреу 1 миллион теңгеге дейін береді, бір әкімдіктер 1,5 миллион теңгеге дейін береді. Яғни олардың қордағы ақшасының артықтығына байланысты. Сертификатты алу үшін не істейміз? Қандай қадамдар? Бағдарлама бойынша негізгі тізімге өту керек. Яғни қандай да бір бағдарлама басталғанда, бақытты отбасы болсын, шаңырақ, нұрлы жер болсын, сіз конкурске қатысасыз, немесе банктен хабарлама аласыз. Құрметті Мырқымбаев, негізгі тізімге өттіңіз, банк бөлімшесіне келіңіз дейсіз. Бұл бірінші қадам. Екінші, отбасы банкінде доход көрсету, отбасы банкінен доход көрсетіп, одобрение алу. Осы бағдарламалар аясында. Одобрение алып атқан кезде отбасы банк менеджеріне айтасыз: мен алғашқы жарна ретінде мемлекеттен берілетін, яғни жергілікті әкімдіктен берілетін тұрғын үй сертификатын қолданамын дейсіздер. Сол кезде менеджер жаңағы банктың одобрениесіне бір-екі ауыз сөз қосып жібереді. Алғашқы жарнаны тұрғын үй қорынан алады, соған направление деген сияқты. Ары қаратай банктен мақұлдау қағазы, жаңағы уведомление аласыздар да, тұрғын үй басқармасына барып, сол жерде өтініш жазасыздар. Маған 1 миллион немесе 1,5 миллиондық сертификатты беріңіздер деп. Алғашқы жарнаға қолданамын, мен отбасы банкінен осындай бағдарлама аясында қатысып жатырмын деп. Онан кейін олар 3 күн, 5 күн қарастырады да, оң шешім тауып жатса, сіздің жаңағы мақұлдамаңызда көрсетілген отбасы банкінің кізі шотына аударады. Ары қаратай отбасы банкімен үйді рәсімдей бересіздер. Енді бұл тұрғын үй сертификатын кімдер ала алады? Қараңыздар, соңғы өзгерістерге байланысты МВД қызметкерлері, МЧС қызметкерлері, мұғалімдер және дәрігерлер. Яғни бұлар профильді қызметкерлер, техникалық немесе административный қызметкерлер қатыса алмайды. Көрдіңіздер, сонымен қатар халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары осы тұрғын үй сертификатын алады. Міне, құрметті достар, көптеген үй кезегінде тұрған азаматтар сұрап атам, неге қатыспайсыз мынаған? Бақытты отбасы, неге шаңыраққа қатыспайсыз деп атсам, менде алғашқы жарна жоқ деп отырады. Алғашқы жарна керек емес. Әкімдік беріп тұр, алыңыз, қолданыңыз, баспаналы болыңыз. Тек қана кредитный история жақсы болу керек, доходты жөндеу керек. Доход қалай көрсету керек, доходты қалай есептеу керек, ол жайында да видеолар бар. Тек қана көріңіз, ерінбеңіз, баспаналы боласыз. Бүгінгі тақырып осы. Қолданыңыздар, үй кезегінде тұрған азаматтардың бәріне таратыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.